Рикадағы қызға бас кетер, Пуэрто Рикадағы қызға бас кетер. Неге? Баршаларыңызға сәлем, мен Айнұр Аңламасова өзімнің блогтарыма қайта оралдым. Және талапкерлерден ең көп түсетін тағы бір сауал бар. Бұл қалай сайтқа мақала жариялаймыз? Және қандай сайттарға жариялауға болады? Жалпы мақаланы қалай жазамыз? Бүгін дәл осы блогымда осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал біз бастаймыз. Сіздерге мен бұл блогта 5 сайт ұсынам, яғни тегін жариялауға болатын сайттар. Яғни өзім жариялап көрген және сіздерге де кеңес бере алатын сайттар. Алғашқысы Балбал.kz. Бұл сайт көбіне бизнес және жалпы ақша тақырыбына, кәсіпкерлікке, осындай мотивациялық тақырыптарға байланысты материалдар көп жарияланатын сайт. Және бұл сайтқа мақала жариялау үшін мен өз алғашқы мақаламды 2020 жылы журналистикаға енді бет бұрып келе жатқан кезде жаздым. Сұхбат жариялағым келді осы сайтқа. Бірақ оңай сайт емес екен, яғни электронды поштасына жіберу керек. Бір қызығы, мен алғаш жазған мақаламды пошталарына жібердім. Мақала болғанда сұхбат болатын. Мақтағыз атанған кәсіпкер деген осындай мақтамен айналысатын кәсіпкер туралы жазған болатын. Және бұл сұхбатымды 3 рет кейін қайтарып жіберді. Яғни толықтыр деп, қайта жаз деп. Сол кезде бірінші бетімді қайтарған кезде мен тастап кетсем, бұл мақалам өмір шықпай кетеді екен. Тағы да толықтырдым, жаздым, қайтадан қайтарып жібереді. Тағы да жазам, осындай мәліметтер жетіспейді дейді, қайтадан жазып жібереді. Одан кейін мен осыны шығарам деп өзіме бел байладым да, бұны аяғына дейін жазып, ол кезде мен сұхбатты қалай алу керек, жалпы адамдармен қалай коммуникация құру керек, қандай тақырыпты қосу керек, қандай мәліметтер жинақтау керек, түк білмеймін. 2020 жыл бұл мен журналистикаға енді көңіл бөлген кезім. Сол кездегі жазған алғашқы мақалам сайтқа шықты, Балбал.kz-ге. Өте қуанышты болдым. Одан кейін жариялаған жоқпын, себебі сәл күрделі екен, яғни сапаға байланысты көбірек қарайтын сайт екен. Мінекей біріншісі бұл Балбал.kz. Және екіншісі бізде Бүгін.kz. Бұл сайтты барлығы біледі. Бүгін.kz-ге жалпы мақала жариялау үшін ең бірінші автор ретінде тіркелесіз, өзіңіздің логин пароліңізбен. Жалпы мен айтатын бүгінгі 5 сайтта, жалпы 4-еуі оның ішінде осы автор ретінде тіркеліп мақала жариялай беруге болатын сайттар. Негізі біз ойлаймыз, бұл сайтқа мақала жариялау бір ақылы шығар деп. Негізі ондай емес. Көбіне сайттарға тегін мақала жариялауға болады. Мен сіздерге осындай сайттарды ұсынып отырмын. Яғни Бүгін.kz дәл сондай сайт, яғни тегін мақала жариялайсыз, автор ретінде тіркелесіз. Менің шыны керек көп мақалам осы Бүгін.kz-ге шыққан. Мақалам бар, ішіне ертегілерді жазып сақ қойғам, өлеңдерді сақ қойғам. Енді қызық, жариялап тұрасың, сілтемелерін сақтап, кейін естелік болады. Бірақ осы Бүгін.kz-ге жариялаған көп жұмыстарым көбіне сәл шикілеу. Себебі пробный нұсқалар деп айтсақ болады, мен осы жазып бастаған кездегі. Бірақ естелік болып тұр. Тағы да мақалалар жариялап тұруға кеңес берем, жақсы сайт. Және үшінші кезекте мен білімгер сайтын ұсынам. Және сонымен қатар төртіншісі бұл білім ал. Бұл сайттарға да жаңағындай тіркелесіз, мақалаларыңызды жариялау деген тұрады. Негізі сайтқа мақала жариялау оп-оңай. Сіздер сайтқа кіресіздер, мақалаларыңызды жазып қойған болсаңыздар, соны әкеліп көшіріп орналастырасыздар. Әуелі кәдімгі әлеуметтік желіге тіркелгендей электронды поштаңызды, пароліңізді жазып кіресіз. Мақала жариялау деген алгоритмдер өзі тұрады. Соларға кіресіз де мақалаларыңызды жариялай бересіз. Одан кейінгісі Массагетке де тура жаңағыдай, яғни кіріп өзіңіздің блогтарыңызға жеке блог деген шығып тұрады, мақалаларыңызды жариялайсыздар. Бір қызығы осы Массагет кейде бүкіл мақалаларды бірден жариялайды, ал кейде біраз уақыт алады. Менде осындай жағдай болып қалды. Бір мақала жариялағаным кейін барып жарияланды, кейін сосын мен оған көп жарияламайтын болып шештім. Қазіргі таңда білім алға жариялап жүрмін. Керекті мақалаларымды жылдам шығарады, тез шығарады және қаралымдары да өзі өсе береді. Жалпы жақсы сайттар. Көбіне талапкерлер айтады, мен портфолио жинап үлгерем ба дейді. Сіз қараңыз, сізде мысалы бір айдың өзінде сіз портфолионы жалпы бір-ақ аптада жинап үлгере аласыз. Бір апта жазыпсаңыз бәрін, келесі апта уже шыға бастайды. Міне
осылай. Мысалы, осы мен көрсеткен 5 сайтқа 5 мақала жарияласаңыз, сіздің портфолионыздың 20% дайын. Оны қиындатудың қажеті жоқ. Маған талапкерлер жазады, мен үлгере алмайтын сияқтымын. Бір адам маған былай жазыпты: менің портфолиомды ақшаға жасап бере алатын адам бар ма деп. Что, так можно было, что ли? Сізде сондай таныстарыңыз бар ма дейді. Мен сосын ол қызға жазып жібердім: сіз сонда портфолионыңыздың қай жерін басқа адамға жасатайын деп жатсыз? Сіз тек өзіңіздің жариялаған мақалаларыңызды саласыз және жетістіктеріңізді саласыз. Сыртына атыңыз бен суретіңізді қоясыз. Сонда соны ғана жасатуға ма деп сұрақ қойдым да. Негізі бұл өте оңай дүние. Сіздер белсене кіріссеңіздер, жалпы портфолионы бір-ақ аптада толық жинап алуға болады. Яғни мен сіздерге бұл жалпы сайтқа мақала жариялауды және қандай сайттарға жариялау керектігін кеңес бердім. Ал жалпы мақаланы қалай жазамыз? Көбісі айтады, мақаланы қалай жазамын дейді. Мақаланы қараңыз. Мысалы, сіз газет оқисыз, журнал оқисыз, сайт оқисыз, мақалаларды. Қараңыз, басқалар қалай жазып жатыр. Егер сіз жаза алмасаңыз, солардың тұрған үлгісіне қарап, тақырыбын өзгертіп, өзіңіздің тақырыбыңызбен жаза бастасаңыз болғаны. Мақала деген ол сіз ойдан бірдеңке ойлап шығармайсыз. Мақала деген ол әрбір жерден ақпараттарды жинап, белгілі бір тақырыпқа топтастыру. Сіз мысалы қызғалдақ туралы айтайық. Сіздің тақырыбыңыз қызғалдақ. Жарайды, Қазақстанда өсетін бір қызғалдақ. Ең бірінші ол туралы мақала жазу үшін сіз әуелі қызғалдаққа тоқталасыз. Ең бірінші қызғалдақ, осындай типтегі шөп, осындай тұқымдас. Одан кейін бар Қазақстандағы қызғалдақ. Жалпы Қазақстандың мынанша аумағында мынандай қызғалдақтар түрі бар, және осындай қызғалдақтар осы маңайларда өседі. Жалпы қызғалдақтың осындай ерекшеліктері бар, артықшылықтары бар, және қазіргі таңда одан кейін ары қарай өзіңіздің ойыңызды қоссаңыз болады. Қазіргі таңда осындай қызғалдақ, бұл әсемдік гүл өсімдік, осындай бір-біріне адамдар сыйлайды, өте нарықта сұранысы жоғары деген секілді, бағасы осындай деген сияқты ақпараттарды жинақтайсыз. Сіз бұл ақпараттарды әлеуметтік желілерден, кітаптардан, тағы да басқа да хрестоматиялардан, немесе бейнероликтарды көру арқылы жинақтайсыз. Соны өз сөзіңізбен өңдеп жазасыз. Міне мақала дайын. Сұхбат та тура солай. Сұхбат алу үшін ең бірінші кейіпкерді зерттейсіз, және ол кейіпкердің жаңағы бұрын айтқан сөздерін емес, жаңа бір жаңалық ашуға тырысыңыз. Жалпы сұхбат бұл өте көп ұзақ тақырып. Мен бұны болашақта келесі блогтарымда айтып беретін боламын, бұл сұхбат жайында. Себебі мен өз подкасттарымда сұхбат құрам, және мен қалай құрам, адамдармен қалай сөйлесем, қалай сұхбат уақытын белгілеймін, бұның бәрі қызық деп ойлаймын, өзіме де қызық. Сондықтан келесі блогтарымда осы тақырыпты қозғайтын боламын. Ал жалпы осы, яғни мақаланы қалай жазамыз, түсінікті, егер сіз өзіңіз жаза алмасаңыз, басқа біреу жазғандардың мақаласын қараңыз, соны үлгі етіп, сол бойынша жазыңыз. Ал сайтқа мақала жариялау бұл тіптен оңай. Сіз дайын мақалаңызды суреттері болса, суреттермен орналастырасыз. Яғни әрбір сайтқа кіргенде алгоритмдер тұрады ғой. Кіру, шығу, тіркелу, сондай бар болса, тағы да басқа да сайттарға жариялауыңызға болады. Мен ұсынған бұл 5 сайт, яғни мен өзім қолданып көрген. Яғни тегін және ыңғайлы мақалаңызды жылдам шығаруға көмек бере алатын сайттар. Мінекей менің осы блогым пайдалы болса, лайк басып, коммент жазып қолдай отырыңыздар, және осындай сайтқа мақала жазғысы келіп жүрген, портфолиясын толықтырғысы келіп жүрген жандар болса, таратып қоюларыңызға болады. Ал енді осы дайын сайтқа шыққан мақалаңызды скриндеп алып, ақпаратқа шығарып, оны портфолияңыздың арасына қосасыз. Және оны сұхбаттасу кезеңінде көрсете бересіз. Жалпы қиын емес, яғни біз өмірді қиындатпайық, достар. Себебі талапкерлер көп сұрайды, үлгермей қаламын, қалай жазам, сайтқа қалай шығарам. Ештеңе жоқ, қорқынышты емес. Сіз 1 сағатта жазасыз бір мақаланы, 15 минутта жариялайсыз. Оны скриндайсыз 1-2 секундта. Және оны ерінбей барып шығарып салып қойсаңыз, болғаны. Бұл менен кішігірім ақыл кеңес. Жалпы портфолияны дайындауды ешқашан қиындық көрмеңіздер. Жалпы мақала жазуда ерінбеңіздер. Сіз егер журналистиканы таңдап отырсаңыз, мақала жазуға ешқандай ерінбеңіз. Менде кейде болады, менде ерінем, жазғым келмейді. Бірақ бір жазсам, тағы да екіншісін жазып тастауға менде мотивация болады. Себебі сіз бастауға ерінеді екенсіз, сіз жазуға емес. Журналистиканы таңдап отырсаңыз, сіз жазуға ерінбейсіз. Тек сіз бастауға сәл жалқаулануыңыз мүмкін. Сондықтан талапкерлер, сіздерге арналған тағы бір осы бір блогымды қабыл алыңыздар. Жалпы сол
осымен менің блогым тәмам. Сау болыңыздар.